Yes. Осы уақытта бастап кеткен кезде, уже сағат 3-те болған кезде, всем ассалаумалейкум. Біз приехали на турнирге келдік. Алибеков Балкан, Қостанай облысы Амангелді ауданы Күнгейшев ауылына. Сол ақырындап точкаға бара жатырмыз. Ауыл ішіне өтіп жатырмыз. Біз келдік точкаға. В общем, 52-55 команда примерно. Командада 2 адамнан. Ереже бойынша жағадан береговой. Щука, окунь, алабұға мен шортан ғана есептеледі. Көреміз енді бұйырған. Енді арнайы келіп отқаннан кейін барлығы жеңгісі келеді ғой. Сол бәрі ақырындап дайындалып жиналып отыр. Сонау Европадан, Германиядан келген команда бар. Қызметті қойсаңыздар болады. Сол команданың арқасында мынау бүгін республикалық бүгінгі біздің сайысқа жазғы балық аулаудан біздің республикалық 5-ші ашық турнирімізге келіп отқан балықшы жігіттер, бүгінгі күндеріңіз әдемі сәтті болсын, қармақтарыңыз қаба берсін. Енді бүгінгі біздің сайысымызды арнайы осы ауылға ұйымдастырып, осы ауылға өткізуге үлесін қосып көмегін беріп, бізге демеушілік жасап отқан осы жерде ауылымыздың әкімі. Қазір старт беріледі. Старт берілген уақыттан бастап, определенный уақыт қазір айтылады, нешеде тоқтайтын. Егер сол тоқтаған стоп деген уақыттан 1 минутқа кешіксеңіздер, команда есепке алынбайды. 12 дейміз ба, 12-де осы жерде болу керек. Өйткені 1 минуттың ішінде бір балық алып, решение шығарып тастауға болады. Өйткені бұл жерде грамм ойнайды, грамм. Сондықтан да ешкім ренжімесін. Ровно сағат 12-де осы жерде бол дейміз ба, осы жерде болу керек. Кім кешігеді, ешкім ренжімейді, сразу жарыстан шығады. Келісеміз ғой? Мына жерде мықты болсаңыз, осы балық түспейтін жерден алып шығыңыз, пожалуйста. Чемпиондықты алыңыз да болды. Ойындаймыз. Так, сосын территория определенный қазір. Ар жаққа бір көлік қоямыз, мына жаққа бір көлік қоямыз, сол көліктің ортасында ғана жүресіздер. Ары қарай шығып кетіп, өтіп кетсеңіздер, команда жарыстан шығады. Өйткені бұл жерде местный командалары бар, мен білем, балықтың қай жерде түсетін олар біледі. Бұл территорияда түспейтін жерлерде бар, түсетін жерлерде бар. Сол жерде өздеріңіз табуларыңыз керексіздер. Ойынның ережесі сондай. Неше сағат? Өзеннің арғы бетіне өтуге болмайды. Жалдап барасыз ба, қайықпен барасыз болмайды. Бұл жерде тек қана бір кісіге ғана исключение беріп отырмыз. Жаңа мына жерде ағамыз келіп отыр Қостанайдан. Ол кісі енді денсаулығына байланысты өзеннің жағасында қайықтың үстінде отыруға болады. Өйткені бұл кісі жүруге мүмкіндігі келмейді. Бүгінгі спиннинг фаворит тотем. Тест 16.56, катушка Parolka Pro и обычный колебалка. Екінші спиннинг вертушка Мепс. Давай, Таныч, скорее. Жоқ, темір. Бәрі темір жалып отыр ғой.
Da-da-da-dam, da-da-da-dam. Есть. Хороший. Да. На железо? Yes. А что поймал? Что поймал? Натаил спину. А, ну такой вот я. Аккуратно. А вот такую потом дернул что. Әңгімелерді естідім. Біреулерге ұнап жатыр, біреулерге ұнамайды. Ұнамайтын себебі балық түспей жатыр дейді. Мықты болсаң осындай жерде дәлелдеу керексің. Балық деген осындай жарыста кім мықты, кім қолы қапқыш, сол адамға түседі. Әйтпесе сезон кезінде барлығымыз балықшы болдық, қырып тастадық. Ал осындай жарысқа келген кезде балық түспей қалады. Өйткені ол жерде удача. Кімнің қолы жүрді, сол бүгін алды. Өзім көзімше 5 жігіттер 5-еуінің 4-еуіне түскен жоқ. Көзімше бір жігіт 2 балық алып шықты. Әйтпесе неге қасындағыларға түскен жоқ дегендей ғой. Өйткені ол шыдамдылық танытты. Көбісі сынып қалды. Балық түспейді деп. Әрине балық түспейді, өйткені біз былтырғы паводкадан кейін балықтың бәрін көкесін көріп үйреп қалдық. Телефон нұр келді. Конечно, бір балықтың өзі алмай атқандар қаншама жерде. Bir келі 65 грамм. 1,065. Міне келетін. Осы балықты ғой бәрі аңдып отқан. Осы балықты бұлай өткен сайын анаң қабы кетті, мұнаң қабы кетті. Анаң қара. Бір-ақ қабы екен қос. Тоғыз 280. 280. Çoğutan ba kaçak? Kostanay yani. Çoğutan ba? Çoğutan. Kaçındır yiyoruz. Şimdi Marapat'a satmaya gelip jettik. Екінші орынмен марапатталады. Второе место.
Екінші орын Ерсұлтан Таңатар. Ерсұлтан Таңатар. Қостанай, е? Қостанай. Қайығы мен балағасы. Айтпаймыз балықтың саған, не қыласыңдар? Бәрібір не деген дейін. Ашадағында не деген дейміз, ақшадақтағында емес. Ұстағыр. Үй жақ тұрау. Тоғыз килограмм 280 грамм. Екінші орын. Фото алам. Ал, құтты болсын жігіттер. Незірі бір еқілді. Ал достар, мен Қостанайға жеттім. Турниріміз аяқталды, жарысымыз аяқталды. 50 команданың ішінен екінші орын алдық. Мұндай турнирге бірінші рет қатысуым. Жақсы результат көрсеттім деген ойдамын. Общий вес 9 килограмм 250 грамм болды. Бірінші орынға бір 500-700 граммда жетпей қалды. Сол жағынан прям өте обидно, бір 2-3-5 келі емес разница, бір грамм болып қалды. Сол жағынан шамалы көңілім толмай қалды. А так 50 команданың ішінен осындай жақсы результат көрсеткеніме өте қуаныштымын, шынымды айтсам. Сол организаторларға рахмет. Жаңағы Алибек ағамызға, Бай ағамызға. Сол алдағы уақытта тағы турнирлер болатын болса, обязательно қатысуға тырысам. Сол енді бұйырғаны екінші орын болды. Қайта басқа да командалар болды. Ала алмай бос кеткен. Оның қасында енді осыған да шүкір етем. Солай енді. Каналға лайк, подписка, комментарий жаза кетіңіздер. Басқа не знаю, енді айтатын еш нәрсем жоқ. Сол енді барлығына рахмет. Сосын біраз кісілермен таныстым. Жаңағы блогерлер бар, жай қарапайым балықшы кісілер бар. Біраз кісілермен сөйлесіп таныстық білістік. Сол барлығына рахмет. Қуаныштымын танысқаныма. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген ойдамын.